Сәлем достар, бүгін біздің екінші сабағымызға қош келдіңіздер. Достар, мен дейтін екінші сабақтың видеосын абайсызда кетіріп алдым, сондықтан да сіздерден кешірім сұраймын. Яғни біз қай жерден аяқтадық, дәл сол жерде мен сіздерге бастап, тек соңғысын бөлек тоқып көрсетемін, түгелмен тоқыған жоқпын. Ендеше біз, яғни мына тек астыңғысын көрсетемін, ары қарай енді түгелмен алдыңғы видеода көрсеттім. Енді сіздермен бірге санайық, біз қанша қатар болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 қатар жүргіздік мінекей. Мен дәл осы 11 қатарыншы, міне, соны былайынан бөлек тоқып алдым, яғни сіздерге түсінікті болу үшін. Жалпы, мына 11 қатар тоқып алғаннан кейін, бірден бері қарай аударып аласыздар. Яғни теріс жағында тұрды ғой бағана, енді оң жағына қаратып аударып алыңыздар. Біз мына ортасынан бастап тоқыдық қой, яғни ортасынан бастап айналдырып тоқыдық. Дәл сол ортасын мен крючокпен, маркермен осылайынан белгілеп аламын. Маркермен, яғни осылайынан белгілеп аламыз біз ең алдымен. Яғни біз қанша узорын тоқыдық, соны санайтын боламыз. Ең алдымен мен мына жіпті, яғни бір үрмелі шараламын да, артық жібін кесіп тастаймын. Бұл енді бізге қажеті жоқ. Сондықтан да кесіп тастай берсеңіздер болады. Енді мен мына неге осылай шығарып алдық, маркердің үстінен бастап санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Мінекей 46 етіп тоқыдым. Яғни 46 болып шығу керек сіздерде айналдырып тоқығанда барлығы. Енді біз мінекей астын тоқимыз, яғни бодидің астын тоқимыз. Ол үшін біз ең алдымен маркермен белгілеп аламыз. Яғни мына маркердің үстін санамаймыз, келесін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-шы тұрған жерді осылайынан маркермен белгілеп аламыз. Енді мына жағынан да дәл солай белгілейміз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-шысын белгілеп аламыз. Яғни маркердің үстінен санамаймыз, келесі тұрған узордан санаймыз. Енді бұл жерде де дәл солай келесі тұрған узордан санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мінекей 7-ші тұрған жерді маркермен белгілеп аламыз. Енді мына жағынан да дәл солай белгілеп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші тұрған жерді, мінекей, менде маркерім, бір маркер сынып қалды, сондықтан да жіппен белгілей қоямын. Осылайынан белгілеп аламын. Біз енді мұнда, яғни түгелмен осылай тоқуымыз керек. Біз яғни мына артқы бөлігін тоқитын боламыз. Ілгек тұрған жағы бар ғой, сол ілгек тұрған жерін тоқимыз. Яғни оң жағына қаратып аударып алыңыздар міндетті түрде. Сол оң жақ бетімен әрі бері тоқи беретін боламыз. Енді мінекей бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мінекей 15. Маркердің үстіне 15 болып тұр. Енді дәл сол маркердің үстіне крючогымызды кіргіземіз да, жіпті іліп аламыз да, байлап аламыз, яғни шығып кетпеу үшін жіпті байлап алыңыздар. Енді дәл сол жерден біз бір үрмелі шараламыз, крючокты кіргіземіз, неге бір үрмелі шаралып, келесі тұрған узордың үстінен, неге бағана біз қалай тоқыдық, дәл солайынан әр узордың үстінен 2 тор көзден шығарып отырамыз. Яғни неге узордың үстінен
2 торгөз шығардық. Келесі узордың үстінен тағы 2 торгөз шығарамыз, 1, 2. Келесі узордың үстінен тағы 2 шығарамыз, 1, 2. Тағы да мінекей 2 шығарамыз. Тағы да 2 шығарамыз. Тағы да 2 шығарамыз. Мінекей дәл осылайынан маркерға дейін түгелмен тоқисыздар. Соңғы маркеріне келген кезде тағы көрсетемін. Соңына дейін тоқыңыздар дәл осылайынан. Әр узордың үстінен 2 торгөзден шығарамыз. Так, мінекей 1, 2. Мінекей соңғысына келіп қалдық. Соңғы маркердің үстінен, яғни біз тек бір ғана торгөзді аламыз да. Так, бір ғана торгөзді аламыз. Мінекей болды. Енді келесі қатар тоқимыз, яғни 2 үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз. Енді біз жайлап қысқартып тоқи бастаймыз. Яғни крючокқа жіптеліп аламыз да, мінекей бірінші бағаны істеліп тұр ғой, екінші торгөз ұстап кетеміз, келесі үшінші торгөзі узордың үстінде тұр. Яғни дәл сол узорды тоқимыз. Мінекей үшінші тұрған торгөзге кіргіземіз да, дәл сол узордың өзін тоқимыз да, бір үрмелі шара алып, келесі бір торгөзін тастап кетеміз, келесі тұрған узордан тағы да узордың өзін тоқимыз торгөздің үстінен. Мінекей бір үрмелі шара аламыз, біреуін тастап кетеміз, тағы да торгөздің үстінен узорды тоқимыз. Яғни біз бағана қалай тоқыдық, айналдырып узорды, торгөзді дәл бұл жерде де дәл солайынан тоқи береміз. Яғни тек қысқартып отырамыз, соңғы жақтарын қысқартып отырамыз. Мінекей дәл осылайынан мына жерге дейін алыңыздар, яғни маркерға жетпей, бұл жақта да 3 торгөзі қалу керек. Мінекей соңына дейін тоқыдық біздер. Соңында мінекей 3 торгөзі қалды, 1, 2, 3. Яғни бір торгөз ұстап кетеміз, келесі екінші тұрған торгөзіне крючок кіргізіп, яғни 2 жіпті шығарып аламын. Аяқтамаймын. Келесі үшінші жіпті міне үшінші тұрған торгөзіне кіргізіп, яғни бұл жерден тек бір жіпті іліп алып шығамын да. Мінекей бір жіпті іліп алып шығамын да, енді бәрін біріктіріп бір үрмелі шара аламын да, кері қарай аударамыз. Қанша қатар болды? Бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 болып шықты. Енді әрі қарай дәл солайынан узордың үстінен тек бір ғана торгөз аламыз да, енді келесі узорлардың үстінен 2 торгөзден шығарамыз. Соңғы узорына келгенде тағы да тек соңғы узордан бір торгөзін ғана аламыз. Осылайынан әр узордан 2 торгөзден шығарамыз, тек соңына дейін тоқыңыздар осы жерге дейін. Мінекей түгелімен тоқыдық. Басында узордан бір ғана торгөз алдық, құмында да соңғы узорынан тек бір торгөз аламыз да, енді 2 үрмелі шара алып кері қарай аударамыз. Бұл жерде де дәл солай қайталаймыз, яғни біріншісін міне 1, келесі екіншісін тастап кетеміз да, келесі үшінші тұрған узордың үстінен, яғни торгөздің үстінен узордың өзін тоқитын боламыз. Басында және соңында да дәл солай 3 торгөзін тастап кетеміз да, дәл солайынан істейміз. Мінекей біреуін істедік, келесі екінші узорды істейміз. Мінекей біріктіреміз, бір үрмелі шара аламыз, келесі үшінші узорды істейміз. Арасында бір торгөзін міндетті түрде тастап кетіңіздер. Келесі мінекей 4-ші узорды істейміз. Біріктіреміз, бір үрмелі шара аламыз. Так, келесі 5-ші узорды істейміз. Біріктіреміз, бір үрмелі шара аламыз. Келесі 6-шы,
узорды іздейміз, біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. 7-ші узорды іздейміз, біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. Так, 8-ші узорды іздейміз, біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. 9-ші узорды іздейміз, біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. Келесі 10-ші узорды іздейміз, біріктіреміз, барлығын бір үрмелі шараламыз. Енді міне соңында 3 тор көзі қалды, яғни біріншісін тастап кетеміз. Келесі екінші тұрған жерден, яғни 2 жіп аламыз. 1, 2, мінекей аяқтамаймыз. Келесі үшінші тұрған тор көзден 1 жіп аламыз да барлығын біріктіреміз да бір үрмелі шараламыз. Тағы да кері қарай аударамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 болып шықты ма? Мұнда да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді ары қарай соңғысын тоқимыз, яғни соңғысы бізде 9 узор шығуы керек. Ол үшін міне бірінші тұрған узордың үстінен бір үрмелі шараламыз. Келесі узорлардың үстінен 2 тор көзін аламыз. 1, 2, келесі тұрған тор көзден тағы да 2 тор көзін шығарамыз. 1, 2, келесі тұрған узордың үстінен, яғни 2 тор көзін шығарамыз. Келесі узордың үстінен 2, келесі узордан 2, тағы келесі узордан 2, келесі узордан тағы да 2, келесінен тағы да 2, соңғысына келдік. Мінекей соңғысында, яғни узордың үстінен тек бір ғана тор көзін аламыз. Енді 2 үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз да енді соңғы узорларын тоқимыз, яғни бірінші, екінші тор көз тастап кетеміз де үшінші, яғни узордың үстінде тұрған тор көзден біз узор тоқитын боламыз. Біріктіреміз, неке бәрін енді бір үрмелі шараламыз. Біреуін тоқыдық, келесі екіншісін тоқимыз. Арасынан бір тор көз тастап кетеміз, келесі тұрған тор көзден алып тоқимыз. Екіншісі, келесі үшінші узорды тоқимыз. Біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. Келесі 4-ші узорды тоқимыз. Біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. Келесі енді 5-ші узорды тоқимыз. Так, біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. Келесі 6-шы узорды тоқимыз. Біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. Келесі 7-ші узорды тоқимыз. Біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. Келесі 8-ші узорды тоқимыз. Біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. Келесі соңғы мінекей 3 тор көзі қалды ғой. Соның біреуін тастап кетеміз. Келесі екіншісінен 2 жіпті шығарамыз, аяқтамаймыз. Келесі үшінші тұрған тор көзден 1 жіпті шығарамыз да енді бәрін біріктіреміз, бір үрмелі шараламыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 узор тоқтық. Бұнда да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 етіп тоқыдық. Бұнда да енді кері қарай аударамыз да бірінші тұрған жерден, яғни бір узордан бір тор көзін шығарамыз тек. Ары қарай енді әр узордың үстінен 2 тор көзден шығарамыз. Неге әр узордың үстінен 2-ден шығарасыздар түгелімен. Соңғысына келгенде тек бір ғана бір ғана тор көзін шығарамыз соңғы узордан. Неге соңғысына келдім, соңғы тұрған узордан бір ғана тор көзді шығарамыз. Енді бір үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз да дәл сол тор көздің өзін түгелімен ешқандай нәрсені қоспаймыз, алмаймыз. Бірден сол тор көздің өзін түгелімен тоқып шығамыз үстінен. Неке осылайынан түгелімен тоқимыз.
тор көздің өзін түгелімен тоқимыз, яғни соңғысына келдік. Соңғысында біз кішкене өзгеріс бар. Онда мына бірінші тұрған тор көзінен аламыз да, келесі мында біз біріктірген бір үрмелі шарымыз бар ғой, соған кіргізіп, мінекей осылайынан екеуінен жіпті бірден өткіземіз да, бір үрмелі шар алып, әрі қарай түгелімен тор көздің өзін қайтадан тоқып шығамыз. Мінекей түгелімен тор көздің өзін түгелімен тоқып шығасыздар соңына дейін. Так, мінекей соңына дейін келдік. Мінекей түгелімен тоқыдық. Енді бір үрмелі шар аламыз да, тағы да кері қарай аударып, соңғы қатарын жүргізіп шығамыз. Яғни біз 3 қатар жүргіздік қой. Мына 4-ші қатары. Так, мінекей. Осылайынан тор көздерді түгелімен тоқып шығамыз. Мінекей мен түгелімен тоқып болдым. Яғни артық жібін кесіп тастадым. Сіздерге мінекей көрсетейін. Тағы міне. Енді біз мына алдыңғы бөлігін тоқитын боламыз. Яғни біз жаңа артқы бөлігін тоқыдық қой. Енді мынау алдыңғы бөлігін тоқимыз. Так, алдыңғы бөлігін тоқимыз. Яғни біз мында мінекей маркермен белгілеп алған жеріміз бар ғой, сол жерден бастап тоқитын боламыз. Яғни оң жақ бетінде сол күйінде тұрады, ешқандай да ауыстырмайсыздар. Міне маркер тұрған жерден бастап осылайынан түгелімен тоқимыз. Так, мінекей ең алдымен жібімді аламын. Міне маркер тұрған жер бар ғой, дәл сол жерге бірінші жібімді бағанағыдай кіргізіп аламын да, байлап аламын ең алдымен. Осылайынан байлап аламыз да, дәл манағыдай қайталайсыздар, ешқандай қиындық жоқ. Бір үрмелі шар шығарамыз да, келесі тұрған узордың үстінен 2 тор көзін шығарамыз. Бірінші узордан тек бір үрмелі шар алдық. Енді әр келесі узордан 2 тор көзден шығарамыз. Біреу, тағы да дәл сол жерден 2. Тағы да мінекей келесі тұрғаннан біреу, тағы да келесі 2. Дәл осылайынан мінекей мына жерге дейін тоқисыздар. Соңғысынан тағы көрсетем. Мінекей соңына келдік, соңғы маркер тұрған жер бар ғой. Яғни дәл сол жерден біз тек бір ғана тор көзін шығарамыз. Енді 2 үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз. Бірінші, екінші тұрған тор көзді ұстап кетіп, келесі үшінші тұрған тор көзге крючокты кіргізіп, яғни узордың өзін шығарамын. Мінекей аяқтамаймыз, біріктіреміз бәрін, бір үрмелі шар аламыз, келесі бір тор көзді ұстап кетеміз да, екінші тұрған тор көзінен, яғни узордың үстінен тағы да узордың өзін тоқимыз. Біріктіреміз, бір үрмелі шар аламыз, келесі тағы да бір тор көзді ұстап кетеміз, келесі тұрған узордың үстінен тағы да узор тоқитын боламыз, аяқтамаймыз, біріктіреміз, бір үрмелі шар аламыз. Келесі тағы да дәл солайынан қайталана береді. Соңына дейін тоқыңыздар, соңында тағы да 3-нен тор көзін ұстап кеттіңіздер, сосын көрсетем. Мінекей соңына дейін тоқыдық, соңында 3 тор көзі қалды. Мінекей біреу, екеу, біреу, екеу, үшеу. Мінекей біріншісін ұстап кетеміз, ортасындағы келесі узордың үстінен, яғни узор тоқитын боламыз. Ең алдымен бұл жерден 2 жіп шығарып аламыз, келесі үшінші тұрған тор көзінен бір жіпті шығарамыз да, бәрін бірге біріктіріп, бір үрмелі шар аламыз да, кері қарай аударамыз. Енді бірінші тұрған узордың үстінен бір тор көзін, келесі тұрған узордың үстінен 2 тор көз, келесі тұрған узордың үстінен 2 тор көзін жүргіземіз, тағы да узордың үстінен 2 жүргіземіз. Келесі тағы да
узордың үстінен екеу жүргіземіз. Тағы да узордың үстінен 2 торгөз жүргіземіз. Яғни дәл осылайынан айналдырып жүргізесіздер. Бұл жерде соңында бір торгөзін аласыздар да кері қарай аударасыздар да, енді 2 үрмелі шар алып, яғни 2 торгөз ұстап кетеміз да, келесі 3-ші тұрған торгөздің үстінен, яғни узордың өзін шығарып тоқи бересіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мінекей. Мұнан да санайық қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Бұда да дәл солай 17. Енді әрі қарай дәл осылайынан айналдырып, қысқартып, өстіп тоқи бересіздер. Бағана қалай тоқыдық? Мына соңында біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 узор тоқимыз. Яғни біз мына артқы бөлігін тоқыдық қой жаңа. Артқы бөлігінде де 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінекей 9 тоқыдық. Бұл жерде де дәл солай 9 узор болғанша тоқисыздар. Мінекей мұнан да санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 узор тоққанбыз. Яғни міне алдыңғы бөліктен де дәл солай 9 узор тоқимыз. Сол жерге дейін тоқыңыздар, тағы да мен көрсететін боламын әрі қарай. Мінекей тоқыдым. Соңына дейін түгелмен. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінекей 9 узорды тоқыдым. Әрі қарай ілгек салатын орын тоқимыз. Яғни бірінші узордан бір торгөзін аламыз. Келесі узордың үстінен 2 торгөзден жүргіземіз. 1, 2, келесі тағы да 1, дәл сол жерден 2, тағы да 2 жүргіземіз. Тағы да 2 жүргіземіз. Келесі тағы да 2 жүргіземіз. Так, соңғы тұрған узордан, яғни тек бір ғана торгөзін аламыз. Бір үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз да, тағы да дәл солайынан торгөздердің өзін түгелімен тоқып шығамыз. Неге? Торгөздердің өзін түгелімен тоқып шығасыздар соңына дейін. Соңында бағана біз қалай тоқыдық? Үрмелі торгөзмен торгөздің өзін бірге қосып тоқып жібердік. Яғни бір торгөз қылып, бұл жерде де дәл солай тоқимыз соңында. Мінекей соңғы жағына қарай келдік. Соңында мінекей торгөзден біреуін аламын. Үрмелі шарда мінекей бағана біріктірген. Сол жерден тағы біреуін алып, бірге осылайынан біріктіріп, бір үрмелі шар аламын да, енді ілгек салатын орынды тоқитын боламыз. Яғни, так, ең алдымен біз мінекей енді ілгек салатын орын тоқимыз. Бір үрмелі шарымызды алдық. Әрі қарай 2 торгөзін тоқимыз. Ең алдымен 1, келесі 2. Енді 2 үрмелі шар аламыз. 2 торгөз ұстап кетеміз. Келесі тұрған торгөзге, яғни кіргізіп осылайынан торгөздің өзін түгелімен тоқып аламыз соңына дейін. Соңында, яғни 4 торгөзін ұстап кетеміз. Так, мінекей тоқимыз торгөздерді. Соңында 4-еуін ұстап кетеміз, яғни 2 торгөз ұстап кетеміз, 2 үрмелі шар аламыз, 2-еуін ұстап кетеміз да, келесі шетінде тұрған 2 торгөздің өзін жүргіземіз. 1, 2. Енді бір үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз да, бірінші және екінші тұрған торгөзімізді тоқимыз. Енді міне аркының ішінен 2 үрмелі шар алдық, дәл сол 2 торгөздің өзін жүргіземіз. Әрі қарай аркаға дейін торгөздердің өзін түгелімен жүргізіп шығамыз. Неке түгелімен осылай жүргізіп шығамыз да, арканың ішінен дәл жаңағыдай 2 торгөзін шығарамыз. Неке 1 және де 2. Келесі тұрған 2 торгөзімізді шығарамыз. 1, 2. Бір үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз да, енді әрі қарай торгөздердің өзін түгелімен тоқып шығамыз. Ешқандай өзгеріссіз торгөздің өзін түгелімен тоқып шығыңыздар.
Мінекей соңына дейін келдім. Ары қарай тағы көрсетемін қалай тоқу керектігін. Соңына дейін тоқыдым. Енді біз ары қарай түгелімен айналдырып тоқуымыз керекпіз. Яғни мінекей ілгек салатын орнымыз шықты, дайын болды. Енді ары қарай біз мына жандарын түгелімен тоқимыз. Мінекей. Яғни ол үшін міне бірінші тұрған торкөз алдық қой біз. Соңғы дәл сол жерден тағы бір торкөз аламыз. Келесі тұрған торкөзден тағы біреу шығарамыз. Келесі тұрған торкөзден біреу шығарамыз. Тағы да торкөзден біреу шығарамыз. Енді міне узор тоқыдық қой. Сол узордың үстінен біз екі торкөзін шығарамыз. Біреу, келесі дәл сол жерден екеу. Біреу, екеу. Енді біз торкөз тоқыдық қой, яғни айналдырып сол торкөздің үстінен біреу тоқимыз. Келесі узордың үстінен енді екі торкөз тоқимыз. Біреу, екеу. Келесі торкөзден, яғни тағы да бір торкөзін аламыз. Келесі узордың үстінен енді екі торкөз шығарамыз. Біреу, екеу. Тағы да торкөздің үстінен тек өзін шығарамыз. Келесі тұрған узордан, яғни узордың үстінен екі торкөзін шығарамыз. Яғни дәл осылайынан түгелімен мына жерден мына жерге айналдырып, мінекей мына ілгек тұратын орынды да түгелімен айналдырып, осылайынан түгелімен айналдырып, мына жерге дейін тоқисыздар, тек осы жерге дейін тоқыңыздар. Мен яғни тоқып алдым, түгелімен айналдырып тоқыдым. Мінекей мына жерді де айналдырдым. Мен тек осы жерге дейін тоқыдым да, ар жағын тоқыған жоқпын. Сіздерге көрсету үшін осы бір жағы жарайды. Одан кейінгі соңғы мына узорды көрсетемін. Сонымен біздің сабағымыз аяқталады. Енді міне бірінші тұрған мына жерде. Сол жерге мен мына жібімді кіргіземін. Мінекей кіргіземін да осылайынан байлап аламын. Мінекей байлап аламын осылайынан. Енді дәл сол жерге крючогымды қайтадан кіргіземін да бір үрмелі шар аламын. Енді келесі тұрған торкөзден кіргізіп торкөздің өзін тоқимын да, мінекей бір екі үрмелі шар аламын да қайтадан дәл сол жерге кіргізіп торкөздің өзін тоқимын. Мінекей енді келесі тұрған торкөз ұстап кетеміз. Келесі тұрған торкөзге кіргіземіз да екі үрмелі шар аламыз, тағы да осылай біріктіреміз. Тағы да арасынан бір торкөзден тастап кетеміз. Мінекей екі үрмелі шар аламыз, біріктіреміз. Бір торкөз тастап кетеміз. Келесі тұрған жерден бір торкөзін аламыз, екі үрмелі шар аламыз, дәл сол жерге қайтадан біріктіреміз. Тағы да біреуін тастап кетеміз. Дәл осылайынан, яғни қайталап тоқи бересіздер. Арасынан бір торкөзін тастап кетеміз де айналдырып тоқисыздар да, ілгектің қалатын орнын тоқымайсыздар, тағы да айналдырып тоқисыздар. Сосын әрі қарай қолдың бөлігінде дәл солайынан айналдырып тоқи бересіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ. Осылайынан айналдырып түгелмен тоқыңыздар. Мінекей мен барлығын тоқып болдым. Көріп тұрсыздар, тоқылу жолы өте оңай, ешқандай да қиындық тудырған жоқ. Мінекей мен ілгектерін тігіп алдым, яғни дәл жіптің өзімен тіктім. Мінекей ішкі жағынан қарасақ та жібі білінбейді. Яғни дәл сол жасыл жіптің өзіне мен тіктім. Мінекей осындай болып әдемі болып шығады. Өте жылы. Мінекей мен бағанағы узорын осылайынан тоқыдым. Ілгек тұратын жерге жеткізбейміз, яғни дәл осылай екі жағын тоқыдым. Міне қолдарында дәл сондай етіп тоқып аласыздар. Ешқандай да қиындығы жоқ, қыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментқа қалдырсаңыздар болады. Пікір қалдырып, сол жерге жазыңыздар. Жалпы менімен бірге тоқығандарыңыз үшін сіздерге көп-көп рахмет. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер, және де келесі сабақтарды қарасаңыздар да болады. Тағы да мінекей мен мына пинеткімді бірге көрсетіп жіберейін. Бұл пинеткі мен набор етіп бірге тоқыдым. Сіздер де осылай сыйлыққа бірге тоқысаңыздар болады. Өте әдемі шықты. Ұнап жатса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Рахмет сіздерге.